Достар, Шығыс шаһар Өскемен қаласы Кішітаудан баршаңызға сәлем. Міне Ақсақалдан сіздерге бір өте пайдалы ақпарат. Ақсақал қазір мынау күз келді. Қазақ біз соғымға бір құдалыққа да неғандай дайындаламыз ғой, соғымды күтеміз асыға. Енді соғым туралы бір айтсаң, және де осы етті қалай сақтау керек. Сіздерге үйлеріңізге тоңазытқыш алып, яғни холодильник, морозильник алып керек емес екен. Мәніп Ақсақалдан бір өте пайдалы ақпарат. Ақсақал алып бөлісіп өтіңіз. Қалалық жерде енді тоңазытқыш жоқ дес керектенбеуге тағы да болмайды. Ауылдық жер болғанда былай қараса еттің қоятын қойма үйі болу керек. Ал онда қатыр тастаған жәшікке салып тастайсыз, ол қала береді. Ал екінші көктемде жеймін дейтұғын соғымыздың еті болатын болғанда оны түк қоймай сүрілегенде оны сол бітеу күйінде емес, мүшелеп түк қоймай іліп тұздап қойсаңыз бәлемпай жылға жетеді. Ал Монғолияда біз болған кезде, мен келген 34 жыл болды, одан бұрын біз холодильникте, морозильникте ұстап көргеніміз де жоқ, оны пайдаланып көргеніміз жоқ. Ал бір соғымда 20 қой, бір жылқы, бір сиыр сойып жүрдік. Соны былай қарата 6 ай жаз дейді ғой, 6 ай қыста соны жеп, сонан 6 ай жаздың уақытында ғана баспалай етпенен керектеніп жүрдік. Ол енді тегінде атам қазақтан бері келе жатқан соғым, қазір қалада болсын, далада болсын, бәрі соғым сояды. Бірақ енді қалада сол балкондарыңызға бәрі емес, аз ғана қазы қартадарыңызды, жаядарыңызды дұрыстап кептіріп алуға болады, ағайын туыстар. Соны естеріңізге сақтаңыздар. Ол міне өте пайдалы ақпарат. Соның балконға неше күн қою керек дедіңіз жаңа? Қазы қартаңыз болғанда, енді жаяңыз болғанда бір көп болса бір 15 күн былай аударып қойбастаңыз, дұрыстап, тұздап, дұрыстап шишақтап қойсаңыз, мықты сурет болып шығады. Бұзылмайды? Бұзылмайды ешқашанда. Соны жай жәшікке салып қойып қойып, оны мен жәшікке салып аласыз. Еш уақытта. Ақсақал жаңа айттыңыз ғой, осы соғымды сіз бөлдіңіз ғой. Қаншама малды сойғанда, соның белуардан төмен қарата сан ет, қол ет деп айтамыз. Қол етін көктемге шейін жеп, сан еттің содағы ең мықтыларын, сол жаяң анамына сол мықтыларын, сол көктемнен кейін күзге шейін, жаз ортасына шейін жейсіз. Сәуір айынан бастап жаңағы мал семіргенше жеу. Иә, мал семірген. Ол сүрлеген етіңіз 2 жыл тұрса да, 3 жыл тұрса да, ол чиріктейтін де жоқ. Бұзылмайды? Бұзылмайды. Біз Монғолияда жүргенде сол сүрлеп жеп жүрдік қой енді. Тегінде атам қазақ. Бұлай жемге байлап, бұлай көктемге шейін мал ұстап көрген жоқ. Ал қазір міне осыдан бастап